Ассалаумағалейкум, идеялас екі жақсылар. Бүгін біз мынау Зейін оқырмандар клубы бүгін бір ерекше кездесу болайын деп тұр. Өйткені біздің локациямыз өзгерді. Бұл локациямыз Қазақстанның ұлттық кітапханасы, ұлттық академиялық кітапханасы. Енді бұл жерде мынау бүгінгі кереметтей Фариза Оңғарсынова залында жолығып отыр екенбіз. Сіздермен көргеніме қатты қуаныштымын. Бұл енді әңгімемді бастамас бұрын жалпы сіздерге енді Бауыржан атамыздың бір сөзінен бастағым келіп отыр. Ардақты Бауыржан, батыр Бауыржан бүйтіп айтады: сөйлеушіден тыңдаушы мықты болу керек дейді. Өйткені сөйлеуші мықты болып, тыңдаушы әлсізде болса, аталы сөз айтылған кезде, ой, мынауың бір өзі мылжың екен ғой деп сөзін тыңдамай кетеді. Ал енді тыңдаушы да мықты болса, аталы сөздің шеті шыққан кезде ғана мына сөз тыңдайын, одан ой түйейін, оны көңілге тоқиын дейді. Енді бүгінді азды көпті ізденгеніміз бар. Мен жалпы бүгінгі тақырып сіздер білесіздер. Ол Қызыл жебе тақырыбы, Қызыл жебе романы, Қызыл жебе трилогиясы. 3 кітап болып шыққан. Бұл енді Алтылашқа аты белгілі, бұл кісінің авторы ол Шерхан Мұртаза. Оның халықтың арасында бұл кісіні Шераға деп те атап кеткенбіз. Шерағамыз жалпы 1932 жылы сіздер білесіздер, оңтүстік Қазақстан, қазір Түркістан облысы, сол маңай бізде Әулие-ата деп кезінде аталған Жамбыл облысында Жуалы деген аудан бар. Сол Жуалының Талапты ауылында дүниеге келген кісі. Алатаудың бөктерінде, сол жерде Алатаудың бөктерінде аунап өскен, Алатаудың ауасына көңіл тойған, сол жерден өзінің жалпы ең алғашқы өмірге деген құлшынысын шабыттанған кісі. Енді бұл Шераға, бұл Қызыл жебе романына келмес бұрын, ол кісінің оның алдында жазған кітаптар өте көп. Бірақ жалпы адам патшаға қанша жаста патша болу керек дейді, өзі бір норма бар. Кезінде де 40 жасқа келсе хан сыйлаған біздің ардақты пайғамбарымыз 40 жасқа келген кезде ол кісіге пайғамбарлық келген. Сол сияқты қазіргі ол кісі осы 1980 жыл, енді 32 жылдан 80 жылы ең алғашқы келеді. Сол аралықта, яғни ол кісінің ақылы толысып, осы әдебиет жанрындағы алдына дейінгі біраз опыт алып, тәжірибе алып келіп, кіріскен еңбегі. 1980 жылы мынау бірінші және екінші кітап жазылады. Қызыл жебе атты трилогия. Негізі 3 кітап болып шығады. 3-ші кітабы 1984 жылы Жұлдыз көпір деп жазылған ол кітабы. Мен бүгін сіздерге осы 2 кітап бойынша сыр шертейін. Осының ішінде алған әсерлермен бөлісейін. Жалпы енді мынау бүгін кешіміз бір монотонды болып кетпесін. Яғни баяндама тәсілі болмасын. Арасында болса, сұрақтарыңыз болса, қатты осы түйсіктеріңізге бір нәр берген тұстары болса, сөзге араласып отырыңыздар. Енді әлбетте біздің бұл Зейін оқырмандар клубының үлкен қағидасы бар. Ол 20-80 қағидасы. Яғни Пареттің қағидасы. 20% айтамын, 80% өздеріңіз оқисыздар. Енді бұл жалпы Шераға ол кісінің енді ең алғашқы кітабына тоқталатын болсақ, ол кісінің бір кітабы шыққан екен, ол мынау 1958 жыл жазып тастаған екен ол кісі. Оқып студент болып жүргенде жазса керек. Құрылысшы Дәку деген ба, сондай құрылысшы Дәку деген очерктер жинағы шыққан екен. Одан кейін сіздер білесіздер, Ай мен Айша деген атты әңгімесін білесіздер. Ол кісінің бұл жалпы Шерағаңның неге Тұрарға тоқталды, неге Тұрарды жазды дегенде ой келуі мүмкін. Қарап отырсаңыздар, көптеген ұқсастықтар бойларында бар. Екеуі де бір керемет байдың баласы емес біріншіден. Сығарға биті жоқ, жалпы тышқақ лағы жоқ деп сипатталады өз ішінде. Одан кейін Тұрардың әкесі де, бұның әкесі де жалпы мынау сұмырай саясаттың кесірінен айдауға айдалған азаматтар. Екеуі де батыр тұлғалы болған, өте мінезді азаматтар болған. Тұрардың әкесі Рысқұл болса, бұл Шерханның әкесі Мұртаза. Тұрар өзінің әкесінен 10 жасында айырылса, бұл кісі 5 жасында айырылған. Яғни бір түннің ішінде келіп әкесін айдатып кеткен. Одан кейін бұл кісілердің екінші тұсы, бұл кісілер білімге өте қатты құштар болған. Біздің Шерағамыз Мәскеудегі МГУ-ды бітірген кісі. Ал енді сол заманда Мәскеуде МГУ-ды бітіру деген сөз, ол бір қазіргі бір Гарвардқа оқуға түсу деген секілді ғой енді. Салыстырмалы түрде.
Енді ұқсастықтар өте көп. Екеуі де одан кейін бір жағынан бұл кісі Жуалы ауданында болса, Тұрардың әкесі кіндік қан тамған жер, ол ар жағы Түлкібас деген бізде қазіргі аудан, ол кезде Майлыкент деген жер болған. Енді жалпы кітапқа кірісейік енді. Кейін автор туралы жалпы ойларыңыз болса, ол туралы сұрақтар қоя бересіздер. Қызыл жебе атты романы жалпы дүниеге келгеннен кейін бұның бірінші томында кім туралы жазылады? Бірінші томында бұның Тұрар қайдан шықты? Оның әкесі кім? Тұрардың әкесінің, яғни Тұрарға берген қандай пайдасы болды, қандай тәрбие берді? Әңгіме осы жайлы болмақ. Яғни мен өзі Тұрардың өмірін төртке бөлемін. Төртке бөліп қарастырамын. Яғни біріншісі ол бала Тұрар. Балалық кезеңі. Екіншісі батыр Тұрар болды. Балалықтан батырлыққа көшкен. Кәдімгідей қолына қару алып, қолына сойыл алып соғысқан жігіт болған ол балалық кезінде. Үшінші кезеңі дана Тұрар. Яғни қазақты елін басқарды. Қазақ халқын басқарды. Не болса да, осы халқыма бірдеңе берейін деп өтті. Одан кейінгі төртіншісі Дарар Тұрар. Ол дараланып шықты. Дараланып шығып, Мәскеуге барып қызмет атқарып, сол қазақтың халқының өте көп бөлігін қырып жіберген Сталин дегеннің қол астында барып жұмыс істеген кісі. Дараланып шықты барып. Ол екінің бірінің қолына келе берген шаруа еді. Енді жалпы балалыққа келейік енді. Жалпы мына кітаптың бірінші томында былай басталады. Генерал-губернатор, келіңіз. Мынау ол кезде білесіздер, патшалық үкімет, ол кезде патшалық үкіметтің құламаған тұсы. Тұрардың дүниеге келген кезеңі бұл 1894 жылы 26 желтоқсан. Бірақ Тұрар бұл жасын кейін өзі 2 жасқа ұзартып алған дейді, ұлғайтып алған дейді. Өйткені өзін жас бала деп санамасын 2 жасқа ұлғайтып болған бір себептер болған ұлғайтуға. Негізі 96 жыл дүниеге келген дейді. Кейіннен енді Тұрар дүниеге келгеннен кейін бұл әкесі Рысқұл негізі кейінде үйленген. Өйткені 1905 жылғы мынаның ішіндегі Тұрардың әкесі айдауға аттылар тұсында, яғни итжеккенге айдалып кететін тұсында, Тұрардың әкесінің жасы 45 деп берген. 1905 жылы. Ал енді сіздер есептеңіздер, 1994-те, мен 1994-те бала қойайық. 45-те болса жасы. Қай жасында дүниеге келуі мүмкін? 30-дан асып кеткен, 36-ға кеп қалған кезі ғой, 34-ге кеп қалған кезінде дүниеге келген, қарап отырсаңыздар. Яғни кештеу дүниеге келген. Әкесінің Тұрарға деген махаббаты шексіз еді. Өте шексіз болған, енді қазір әңгіме барысында айта жатармын. Әңгіме барысында бірінші генерал-губернатор, Жетісу генерал-губернаторының губернаторы болған фон Таубе. Оны енді сіздер тарихты оқыған кезде білерсіздер. Оның орталығы мына Верный қаласы, Верный бекінісі болып салынған басында. Ол қазіргі мына Алматы қаласының ескі тарихи атауы. Сол жерде дүниеге келіп, сол жерде мынау түрменің бастығы Приходько деген кісі. Приходько деген кісі сол генерал-губернатордың аузынан соны естіп қалған бір сөзі бар еді. 2 адам бір жолбарыс дейді. 1 адам бір жолбарыс дейді. Яғни сол жердегі ол фон Таубенің бұл сұрақ қойған себебі бұл жиын болып атады. Сол жерде жиында жаңағы фон Таубе өзінің оқығысы келген, оқыған азамат ретінде көрсеткісі келіп, сол бір жиында сөйтіп көпшілікке сұрақ қояды. Оның барлығы оның жауапты таба алмайды. Яғни 2 адам деп отқандығы 2 арыстан мен жолбарысты бір торға қамап қойсаң, тоңында кім жеңеді? Екеуінің біреуі алысып жеңеді. Ал енді 2 жолбарысты бірден алған дұрыс па, жоқ әлде 1 жолбарыс дұрыс па? Немесе 2 адамды бірден алған дұрыс па, жоқ әлде біреу бір-бірін түтіп жеген, оның бірге бір келген кезде біреуін алған дұрыс па деген секілді ғой. Неге Приходько бұны есіне алып отыр? Өйткені сол кезде Рысқұл түрмеге айдалып келген кезең еді. Оның қасына ол 1905 жылы, сіздер білесіздер, Мәскеуде, Санкт-Петерборда қанды жексенбі деген оқиға болады. Сол кезде білесіздер, Николай II патшаның тақтан құлауына себепші болған оқиға, қанды жексенбі. Сол қанды жексенбіге әбден қатысып келген,
Александр Бронников деген кісі жер аударылып кеткен осы жаққа қарай. Яғни ол Бронников те өте ол да сондай бір батыр кісі болған. Яғни ол кісінің де сіздер білесіздер, Бронниковты бекерден бекер айдалып келмеген кісі. Яғни екі адамды бір торға қамап қойған. Екеуі бір-бірін алысып жұлысып жесін, ақыр аяғында кім қалады, сонымен алысу өте оңай деп. Бұл енді бір Приходьконың бір өзінше бір тапқан саясаты деп ойлады, бірақ әсілінде ондай болған жоқ. Кітаптың басы осылай келеді енді. Бұл осылай басталады, бірақ ары қарай уже оқиға кетеді. Ол кезде бұл Рысқұлдың оқиғасы. Рысқұл жалпы тұрар болып қалыптасуына, тұрардың күрескер, қайраткер болуына өте көп еңбек еткен кісі. Бірінші, дәлелдер айтайын. Алғашқы тұрардың, кім Саймасай болысты өлтіргеннен кейін атып өлтіреді. Не үшін атып өлтіргенді айтайын қазір. Атып өлтіргеннен сол Саймасайдың бауырлары менің балама бір зиян тиіп жүрер деп тұрарды өзінің қасына алдырып алады. Жалғыз өзінен қалған тұяқ қой. Одан кейін келген кезде, ар жақта жүрген кезде де тұрарға оқуын қалады. Оқысын балам деді, шоқысын деді. Содан нәр алсын, халқына қызмет қылсын деді. Түрмеге келген кезде ана Бронников тұрарға негізі көп нәрселер үйретеді сол кездегі. Ең алғашқы тұрардың мына Ленинді естіп жүрген кезеңі сол Бронниковтың аузынан естиді. 10 жасар бала, түрме баласы. Негізі тұрардың осы жас кездегі екінші аты бар, мынау сіздер білесіздер ғой тарихтан, Үйсін Төле бидің түйесін баққан құл едің деп Абылайдың атын атап жүреді ғой. Сабалақ деп аталып кетті Абылай хан. Бұл тұрардың да жас кезінде осындай аты болған, 10 жаста түрме баласы деп аталып кеткен ол. Түрме баласы деп. Яғни 10 жасында әкесінің қазір түрмеде болған үшін. Кейіннен барып тұрардың жалпы бірінші, яғни ең алғашқы оның көз алдындағы мынау идеологиялық соққы дейді ғой, идеологиялық түрткен, оның революционер болуына және оның азаматтық пікірінің қалыптасуына осы Бронников көп әсер етеді. Бронников пен тұрар барлығы бір кабинет жатқан. Сол кезде Рысқұл оны тыйған жоқ анадан. Яғни ана оқыған-тоқыған азамат екенін біле тұра оқыта бер дейді баламды дейді. Енді өзі қараңғыдан шыққан, енді ешқандай әріп танымаған кісі болған Рысқұл. Бірақ оның ақылы кем болмағанда, оның көкірегі ояу еді, жүрегі ашық еді. Білімге, ғылымға өте құштар болған. Сөйтеді да жалпы енді түрмеге қалай түседі соны айтсайық, оған дейінгі оқиғаларды айтайық. Өйткені Шерхан Мұртаза бір енді ол кісі бір керемет суретші ғой. Керемет сурет дейді енді. Мен оны ол кісіні айта алмаспын, мен қалай суреттегендігін. Бірақ енді жеткізіп көрейін. Жалпы бұның ішіндегі персонаждар келеді әртүрлі. Жалпы ол кісілердің барлығы негізі көбісі тарихта болған. Өйткені Шер ағамыз тарихты, шындықты жақсы көрген кісі болған. Енді ол кісінің мен жазушы ғой. Жазушы болғаннан кейін өзі көркем деген жерлерде болған өзінің. Енді осының ішіндегі Бектен болыс, Саймасай болыс, Дауылбай секілді болыстар, Айбар секілді байлар келеді мынаның ішінде. Ол кісілердің өте сатқындығы, мынау ол кісілердің әділетсіздігі, мейірімсіздігі туралы келеді соның ішінде. Солардан әбден таяқ жеген, солардың мынау іс-әрекеттеріне әбден ашынған халық туралы келеді. Соның барлығын Рысқұл көзімен көрген. Және оның барлығын тұрарға айтады. Және кейін тұрар да оның өзінің бойынан өткізеді. Енді Рысқұлдың түрмеге түсуі туралы. Кітап неге қызыл жебе деп келеді ғой. Негізі қызыл жебе деген ол бір жүйрік аттың аты. Қызыл жебе деген. Қызыл жебе атты бір жүйрік болады. Оның атағы анау ар жағы Алматы Албан Сыван бар, Жаныс бар. Бер жағы Дулаттың балалары бар, Албан, Суан, Дулат деген тайпалар, рулар ғой енді. Ар жағы анау неге дейін кеткен, Найман Арғынға дейін кеткен дейді. Атағы жер жарған, сондай бір керемет тұлпар болған. Бәйгенің тұлпары. Сол кезде осы бәйгенің тұлпарын, қызыл жебені, Саймасай деген сол кездегі болыс, мен үшін нағыз сұмырай, сол алып сол қызыл жебені құрбандыққа салып жібереді. Енді ол құрбандыққа шалуының да себебі бар еді. Өйткені Саймасай бұл сол жердегі Шығыс Талғар деген болыстықтың болысы. Болыстық болған сол жерде.
қазіргі мынау территориясы Жамбыл облысына кіреді. Таулы өлке, табиғат өте керемет жер. Сол жерде Саймасайдың бұл қылмысқа итермелеген, Рысқұлды итермелейді, ол қылмысқа неге итермелейді деген кезінде, оған бірінші себеп сол жерде үлкен бір ас беріледі. Ас берілген кезде осы мынау Шығыс Талғар болысында болысқан ас, ол кезде білесіздер, ас берілген болса, сол бүкіл оңтүстік алқапты қамтып кетеді. Яғни мына жақта шығысың бар, шығысыңнан келеді жаңағыдай Керейден, Найманнан шыққан батырлар, сол жақтағы байлары келеді. Ар жақтан Дулаттың, Үйсіннің, Албаның, Суанның, сол маңайдың ар жағына қырғыздар да келген. Өйткені Қырғызстанмен өте шекаралас тұр. Сол шекараның барлығынан келіп үлкен ас берілген кезде көкпар болады. Рысқұлдың екінші аты бар, ол көкпардың киесі дейді. Көкбөрі деп атаған екен ол кісіні. Көкпардың киесі. Сол көкпар салынған кезде Саймасай жақтан Мақаш деген бауыры бар Саймасайдың. Сол бір керемет айғыры бар, сол айғырдан мініп көкпарға түседі. Ал енді сол Саймасайдың өміріндегі қарсыласы Тұқымбай деген бай болған. Онымен болыстыққа екеуі сайлауға түсіп, қайта-қайта жеңіледі ол кісі. Бірақ Тұқымбай бай Қызыл жебе Тұқымбайдікі, соның аты. Сөйтіп Саймасай ақыры екеуі келеді да, Саймасайды жаңағы жылқысы екі мәрте көкпарды жұлып алып, екі мәрте көкпарды жаңағы өзінің мәресіне апарып тастайды. Оны ашынған Тұқымбай Қызыл жебені додаға кіргізіңдер дейді. Қызыл жебе ол көкпардың аты емес, ол бәйгенің аты болады. Күйініп баратыр да жаңағы Саймасайдың аты озып баратыр ғой. Байлардың арасындағы текетірес осы. Оны мысқылдап Саймасай күліп отырған жерде. Ал енді оны сырттан қарап отқан, өзінің Шолақ Шабдар деген аты бар, Рысқұл қарап отыр өзінің атыменен. Атына мінгесіп тұрар келген сол асқа. Рысқұл әшейінде тұрардың ондай қимылы жоқ еді дейді, сол күні қатты өтінді дейді. Мен де барайыншы сол асқа деп. Тұрар сол кезде балалық кезеңі ғой енді. Жастау өте бала кезең, бір 8-9, 10 жас шығар кетсе, жетер-жетпес кезеңі. Сөйтіп жарайды мінгізіп алып, Шолақ Шабарда Тұрар әнінде мінерге аты жоқ, бәйгеге кірейін десе, Рысқұл шыдай алмайды. Қызыл жебені басқа біреу мініп кіріп кетеді, бәрібір де ана Мақаш палуанның астынан көкпарды ала алмайды. Оған шыдай алмай келіп Тұқымбайдың алдына келіп, "О, Тұқа, Қамбар атаның аруағы үшін мына атты маған бер" дейді. "Мен көкпарды қазір кірем" дейді. Сол кезде бұл Тұқымбай ол Рысқұлды таниды, Рысқұл батырды танып, Қамбар атаның аруағы үшін ана жердегі бәрі отыр ғой, бұл да шымыр Рысқұлдан маған алыс емес, ал бердім атты дейді. Кіргеннен кейін зуылдап отырып, қызыл жебені мініп, Рысқұл батыр бір отырған кезде әруағы қозып, сол кездегі кең даланың патшасы ретінде өзін сезініп, бәйгеге кіріп кетеді. Сол көкпардан бәйгеден алып шығып, Мақаштың қолынан тақымынан жұлып алады, сөйтіп барып салады. Бір салады, екі салады. Мына жақта енді Тұқымбайдың енді аты шауып батырды. А жақтан Саймасай ас біткеннен кейін сатқынсың, жаңағыдай қарақшысың, кіріптарсың деп әбден Рысқұлды жер-жетесіне жеккізіп, сөйтіп атқан кезде ортаға Тұқымбай келіп, сол жердегі байлар араласып, "Ей, сен бұл Қамбар атаның аруағы үшін, мына қызыл жебені обалына қалмас үшін, одан кейін мынау саған бұл Саймасайдың руы жаныс болған, ал енді кімнің руы шымыр болған Рысқұлдың. Бұл шымыр Рысқұл маған да алыс емес" дейді. Саймасай Тұқымбай айтып жатыр. Маған да, егерде кіріптар деп, солай қарақшы деп егер қорлай беретін болсаң, өзімнің астыма қосып алам дейді. Сөйтіп ақыры егенде ас бітеді. Осы кезде Саймасай бір тістеніп қалады. Негізі бұл енді осы жерден ары қарай оқиғаны басқа жаққа қарай бұрып алып кетейін. Содан кейін барып не үшін түрмеге отырған туралы айтайын. Енді алды жағына қарай көшсек, негізі 20 үй мына Түлкібас деген жер бар. Оңтүстік Қазақстан облысы, Түркістан облысында қазіргі. Ол жерде Түлкібас деп көбісі айтып жүр, Түркібасы болған деп. Түркібасы деп айтып жүр, бірақ енді қазіргі заңды жазылған аты ол Түлкібас. Сол жерде, мынау енді сіздерге анығырақ болсын деп, Ақсу-Жабағылы қорығын білесіздер ғой. Сол жердің, сол маңайда орналасқан табиғаты өте керемет жер. Сол жерде бір ауылды ру тұрады, Сәлік деген ру, қыз алыспайтын. Бұл кім? Рысқұлдың шыққан тегі сол жерде кіндік қан тамған жер Түлкібас, сол Сәлік ауылында болған. Сол жердің Шәңкі бастау деген бастауы бар.
сол ауыл сол бастаудан су ішіп отыр. Таудың етегінде тұр ана ауыл. Сол жерден бір Көкөзек деген жайлауы бар. Керемет. Яғни сол жерде бұл Рысқұлдың туған жері сол жер. Ал енді Рысқұл сол 20 үй сәлікті алып, осы Саймасайға келіп, кіріптар деп атап жүрген сол жерге келіп қосылған. Ал негізі Дулат деген үлкен тайпа ғой. Тайпаның ішінен 4 ата тарайды. Ол үлкені жаңағыдай Сиқым, Жаныс, Ботпай, Шымыр деп. Ал енді Саймасайдан Жаныстан сол Саймасайды тарап жүрді, Шымырдан осы Рысқұлдар тарайды. Негізі аталас бәрі, алыс емес. Содан барып қосылып жүр ғой. Ал енді Шымырдың ішіндегі Таушылмембет деген атасы бар. Соның немересі Сәлік деген ауыл. Ал енді Рысқұл өзінің туған жерін тастап неге кетті Саймасайдың қолына деген, енді осы жерге тоқталып өтейік. Бұл да осы кітаптың ішінде жазылады. Ол жерде де дәл сондай өзінің озбырлық көрген, өзінің аталасы, руласы жаңағы. Ол жердегі қуылып жүрген. Ол жерде ол болысты басқарған, Майлыкент болысын басқарған Дауылбай деген бір болыс болған. Енді Дауылбай енді қайда барса да Рысқұлдың өмірі сондай бір қиянатпен өткен кісі да. Сол жерде өзі Рысқұл атадан тараған өзі 3 кісі болған. Үлкені Бердіқұл, екіншісі Рысқұл, үшіншісі Молдабек деген. Рысқұлдың әкесінің аты Жылқайдар. Жылқайдардың әкесінің аты Әлімбек деген палуан болған. Өте батыр кісі болған. Сонау Қоқанмен кезінде Қоқан хандығымен соғысып, әбден соғысып өткен батыр болған. Сол Әлімбек деген батырдың немере інісі бар, Соқыр деген. Соқыр батыр дейді, негізі оның аты Керімбек. Қараңыздар, осы жерде енді Рысқұл да бекерден бекер болып келіп тұрған жоқ, атасынан келіп тұр ғой. Мынау әнеугінде бір интернет желісінен байқап қалдым. Мынандай әңгіме айтып жүр. Түзге шықса батырмын, үйге кірсе пақырмын. Қатын ауру, бала жас, тар түйіп жатырмын деген. Негізі ол Әлімбек батырдың сөзі ол. Осы Қызыл Жебенің ішінде келеді. Неге айтты десеңіздер, Әлімбек батыр мынау Байзақ Датқа деген кісі келіп, осы Жуалы өңірінен келіп, Түркбасы келіп, Әлімбек батырға сәлемдесуге келген екен. Сол кезде келген кезде Әлімбек батыр үйінен енді өте кедей тұрған кісі болған ол да. Өте кедей тұрған кісі, бірақ батыр деген аты бар. Сол кезде үйіне келіп қалған кезде Әлімбек батыр жаңағы үй шаруасына араласып жүрсе керек. Өзі қартайып қалған кезеңде сол осы өлеңді айтып жүр екен да сол кезде. Енді бұл Әлімбектен тараған батыр, жаңа Соқыр батыр деп қалды, оның да бір оқиғасын айтамын. Сөйтіп келіп, бұл осыда батырдың тараған Дауылбай батыр менен Рысқұл екеуі сөзге келіп қалады. Не үшін келді сөзге деген сұрақ болса, бұл Рысқұлдың аталастары 20 үй Сәліктің ішіндегі Алсай деген соның атасы бар, ішінен бөлінетін. Сол жерде келеді да, олар Алсай 20 ағайын туысқан тұрады. Сол Дауылбай деген болыс Шымкенттен бір Ояз келеді. Ояз деп отқан қазірдің бір әкімі ғой енді. Ояз келген кезде соның көзіне түсейін деп, осы Әлімбек батырдан қалған бір күміс ер болады. Сол күміс ерді анау кімнің Жылқайдардан қалған соның Бердіқұл үлкені болады. Бердіқұлдан айтады, ана күміс ерді маған бер дейді. Берсін дейді. Ана Ояздың атына мінгізейік дейді ғой. Рысқұл сол уақытта бір 20 жасар жігіт болған екен. Ары кетсе бір 20-дан асқан кезең ол. Рысқұл берілмейді дейді. Рысқұлдың туысқаны бар, осы кітаптың ішінде келеді. Ахат деген ақсақал бар. Өте керемет кісі енді. Нағыз туысқан болса, сол Ахаттай болсын деймін мен. Сол енді осы біріншіден осы себеп бар Дауылбайға. Кейіннен Рысқұлдың бір ұстасқан шеті бар. Жаңағы Шәңкі бастау деп бастау айттым ғой. Сол бастаудан су алып, бұл осы ағайынды жаңа 20 үйлі Алсай аталар жалпы егіншілікпен келсін, тар егеді екен сол кезде. Сол суға бір таласып қалады. Сол кезде Рысқұл бір бой бермей қоятын кезең болады. Енді ол кезде Бердіқұл жалпы заты момын адам болған. Бірақ өте еңбек болған кісі екен. Сол ағасы, қойда қой, енді әке шешесі жоқ ол кезде, қойда қой не қыласың деп, жаңағы Рысқұлды қайтарып алады. Кейіннен ақыры осы қайтарған сол екен, кейіннен осы бір күні тары қоруға шығады, екеуі түнде суғармақшы болады. Сол тары суарға шыққан кезде Бердіқұлды сол Шәңкі бастаудың су келмей қалады. Бірақ су алатын сол күні сол Рысқұлмен жаңағы кімнің күні болады? Бердіқұлдың күні болады. Сөйтіп екеуі барады, суғарға барған кезде жаңағы Бердіқұлды Дауылбайдың бауырлары келіп сабап, сол бастаудың басына бастырып өлтіріп кетеді сол жерде. Осындай оқиға бар. Рысқұл сол ағасын барып көтеріп алып кетіп, қолында өліп сол жерде. Соның кегін қайтармақ қойып Дауылбайға барады даулап.
сол уақытта жаңағы Дауылбайға даулап барған кезінде сол Рысқұл екеуі ұстасады тағы да. Сол кезде Рысқұлдың 6-7 адамның ортасына кіріп барлығын жайрап шығады сол жерде. Сөйтіп барып Рысқұл анау Шымкент Ояздың анау Дауылбай сол кезде жаңағы Оязды күтіп жатқан кезең екен. Күмістерді сұрап жүрген сол. Оязды күтіп жатқан кезде сол ана Оязды күзететін жаңағы охранасы бар ғой. Охранасының қолында барып қаруларды жұлып қояды қолынан. Сол уақытта бір 20 жастар кезеңі ғой енді сол. Одан ары кетсе асып кеткен сәл 4-5 жас асқан кезі шығар. Енді Рысқұлдың батырлығы. Енді сол кезеңде Дауылбай осыны көріп отыр. Ояздың алдында әбден абыройы түсті. Жақын арада болыстыққа түсуі керек. Сөйтіп Дауылбай ақыр екеуі осы аталастар бір-бірін сыйғызбай сол күні түнде келіп жаңағы 20 үй алсай дейді. Сол алсайлардың жаңағы Рысқұлдың ағайындарының жаңағы орайын деп отқан тарысын келіп үстінен ат жіберіп жібереді соның үстінен. Егіншілік сөйтіп қырылып ақыры 20 үй сәлік, жерде 20 үй алсай өзінің ағайын туысқандарынан тепкі көріп, сөйтіп осы енді оның әрде себептері көп негізі ол. Бірақ сол Саймасайға барып қосылған кезі екен. Түсіндіңіздер ғой неге Рысқұлдың ауып өткенін. Енді Саймасаймен болған оқиға. Енді Саймасай жаңағы алдында айттым ғой сіздерге. Не істеп қалды Саймасай? Бір рет сатқынсың деді, кіріптарсың деді, қарақшысың деп ренжіп кетті. Рысқұл кінәлімін деді. Бірақ ана Қамбар атаның аруағы үшін деді, сол үшін мен шыдай алмадым деді. Қызыл жебені сөйтіп барып мініп, сол кейін бір тағы несі бар, қызыл жебе үйге келгеннен кейін Саймасай үйінде ұйықтай алмады. Қорлық көргендей болды да өзінше бір. Ана жерде қызыл жебені міндіп, Тұқымбайдың аты озып кетті, көкпарды алып кетті, соншама бүкіл қазақта жиналған неде аста. Сөйтіп келді да, енді не істеу керек деді. Бір арам ой келді, ұйықтай алмай шықты. Негізі ойлар, бір жаман ойлар түнде келеді негізі бар ғой. Жақсы ойда келеді, бірақ жаман ойда келеді да ол күні. Сөйтіп таңертең тұрып, жайлап барып Рысқұлға барады. Рысқұлға барған кезде жеке өзін алып шығып кетіп, сол кезде Саймасаймен кім бірінші рет не қылады. Тұрардың кездесуі болады. Жаңағы қолын созбай, өзінше бір Саймасай аттан түспей тұрады, енді Тұрарға амандаспай. Бірақ Тұрар сол кезде көзіне тіке қарап тұрған екен да. Ой, мынау жаманның өзі бір бөрі ғой деп сол кезде бір айтып қалады да. Яғни мінезді болған. Тұрар бала кезінен өте болар бала боғынан деген солындай өзі. Сөйтіп келіп Саймасай бұрышқа алып кетіп, сен қызыл жебені маған алып кел дейді. Тұқымбайдан дейді. Айтады, мені тағы отқа етіп тұрсын ба дейді да. Оның алдында да көп болған оқиға. Тұрарды сондай, Рысқұлды сондай Саймасай әртүрлі жұмыстарға жұмсайтын. Сөйтіп отқан кезінде Рысқұл ақыл көнеді, барайын жарайды дейді. Енді алдында кінәсі бар ғой. Барайын дейді, бірақ Тұқымбай өзі біледі, ол қызыл жебеге көзі түсіп жүрген адамдардың көп екенін біледі. Сөйтіп өзінің үйінің қасынан үй тіктіріп, алдына қарауыл қойып, қызыл жебені соның атты соның ішінде байлап қойған екен. Енді Рысқұл Батыр мынау біздің кім деген ағамыз бар ғой, енді қазіргі депутат болып жүр. Спортсмен Ардақ Назаров деген жігіт бар ғой, Батыр ағамыз, өте сыйлаймын. Сол жігіт Бөгенбай Батыр туралы түнде де көрген дейді ғой. Рысқұлдың бір қасиеті бар еді дейді, түнде де көретін дейді. Түнде күндіз сияқты көреді, кітаптың ішінде келеді солай. Өйткені өзі аңшы, өзі батыр. Сөйтіп түнделетіп барып, Шолақ Шабдарды ауылдың сыртынан барып, жаяу барады. Сөйтіп ана охрананы мынау неше тамағында дейді, бұны керіп бір қылқындырып ұйықтатып тастайды. Сөйтіп атты мініп шығып кетеді. Атты мініп шығып түнделетіп келіп, жаңағы қызыл жебені Саймасайға. Саймасай ұйықтамай жатыр екен. Сөйтіп келеді да біліп қояды қызыл жебенің келгенін, алып келгенін. Сөйтеді да Мағаш деп жаңағы ана көкпаршы бауырын шақырады. Соның старшын тағы бір бауыры бар, анау шашалдаса басалатын бауырлары бар Саймасайдың. Інілері ғой енді қасына жүрген. Сол жүрген кезде қызыл жебені Рысқұл ұстап тұрады да, мені алдың әкелдім дейді. Ана бауырларын шақырып, ал ақыр әкелген екесің, мына қызыл жебені мына пышақ береді де бауызда дейді. Қызыл жебенің атағын жаңа айттым сіздерге. Бүкіл қазақ даласына жайылып кеткен жүйрік болған. Қалай қолы барады? Рысқұлдың өзі сол қызыл жебенің фанаты, айтқан кезде өте қатты жақсы көреді. Тұрар өзін қызыл жебемін деп атайды. Мен қызыл жебе секілді жүйрік боламын деп атайды. Қалай барады? Содан кім абдырап қалады басында? Рысқұл. О, Байеке, Алдияр бұлың қалай дейді. Мен бұныңа бара алмаймын дейді. Жалынады, көнбей қояды.
ана бауырлармен келіп Мағашқа пышақты ұстатады да бауызда дейді. Бауызда дейді. Сол арада бір жүріп, жаңағы бір Саймасайдың ақыл есі ауысқан бір баласы болған екен. Мынау жасы үлкейген кезінде де мұрын боғы жылтылдап, асық ойнаудан қолы тимей, сондай бір есі уас баласы болған. Сол тұрып кеп қалады сол кезде. Ой, мына қызыл жебе ғой деп айтып қояды да. Сөйтіп, жаңа кім айтып жатыр, енді Саймасай ана баласының ақыл есі ауысқанын біледі, сәл ақырысы ана бала талма ауру болады, талып қалады екен баласы. Сөйтіп, бұл қызыл жебе емес, ертең қаладан бізге қонақтар келетін еді, сол жерге өзіміздің бордақылап жүрген атымыз ғой, соны сояйын деп жатырмыз дейді. Бірақ Қалдыбай біледі оны негізі. Қалдыбайдың дүниеге келетін кезінде бәйбіше болып жүрген кезінде, сол кезде жаңағы Саймасайдың бәйбішесі аюдың етіне жерік болған екен. Аюдың етіне жерік болып, сол бүкіл сол ана шығыс талғар бүкіл барлық жерге аттандырады. Сол кезде Рысқұл аю атап алып келіп, сол кезде сол бәйбішеден туған жаңағы Қалдыбайды ойлайды, ой, мына бәйбіше аюдың етіне жерік болған екен, содан бір батыр туатын болды ғой десе, енді әсілінде ондай болмай шығады енді. Жаңағы есі ауысқан бір бала болып шығады. Енді сөйтіп келіп, ақыры қызыл жебені сойып жібереді, бауыздап жібереді. Рысқұлды неменен сөзді ұрып, жаңағы есінен тандырып тастайды. Сөйтіп келіп, Рысқұлды аяқ қолын байлап, түрмеге аттандырып жіберді жерден. Қызыл жебені, бірақ Саймасай ол уақытта бұл Рысқұлдың бірінші рет түрмеге отыруы еді. Бірінші рет кеткен кезеңі. Оқиғаға жақсы кетіп жатыр ма? Мен қатты шатастырып жүрген жоқ, түсініп жатсыздар ма? Енді қазір аттаймын, енді қатты аттап кетемін. Бұл басында кішкене Рысқұл батырдың айтқан түрмеге түскенін айтқым келіп жатыр ғой. Сөйтіп келіп түрмеге аттатып жібереді, жапқан жаласы Рысқұлға. Сол жердегі сол маңайдағы бір орыстың мынандай бір өзіндей өгіздегі аттар болады, жылқылар болады, сол бір жылқысын ұрлады деп жала жауып жіберіп жүрген екен. Сөйтіп ақыры түрмеге кетеді, ол бірінші рет түсу еді. Одан кейін келгеннен кейін Рысқұл ол жер түрмеден қашып кетеді, ол түрмеден. Қалай қашады десеңіздер, енді анау түрмеге барғаннан кейін күніне 2 рет әжетке шығуға рұқсат береді екен. Сол кезде бір күні баратса, бір жылтылдаған темірді көріп қалады Рысқұл. Барып бір теуіп өтеді, қайтарда бір теуіп өтеді. Сөйтсе бір пышақтың, бір темірдің, енді болат темірдің дейді, қанжардың дейді, енді қазір есімнен шығып тұр кішкене, соның бір сынық екен дейді, қалып кеткен дейді. Бір күні соны барып, аяғымен суырып келіп, аяғына тығып алып түрмеге кіріп кетеді ғой, әкесі. Аяғымен суырып алады да. Сөйтіп келіп, ақыры оны алып, сол жердегі барып қассан, дуал қазылады екен, не көзде түрмелер енді андай тас түрме, кейін тас түрмеге қалмайды бұны. Қыштан жасалған түрмелер ғой. Соны қазып ақыры Рысқұл қашып кетеді. Сол қашқаннан қашып келіп, баласына келіп, тұрарды неғылып, сол кезде жол айтқанда жаңбыр жауып кетеді, қарны аш әбден, үйіне келіп баласына жолығып, айтады, әкеңнің мен келгенімді айтпа дейді. Айтпа дейді. Үйден кішкене жаңағыдай құрт кішкене нан алып шық дейді. Қатты қарны ашқан екен. Сөйтіп келіп, ол сол уақытта, біраз уақыт өтіп кеткен аралықта, өзіне Саймасай деген өзіне тоқал алмақшы болып, Албан жеріне аттанып кетеді, Алматы облысы жағына қарай аттанып кетіп, сол жерде Нүкетай деген, сол жердің бір байы бар, соның Нүкетай деген қызы бар, соны алмақшы болып кетіп қалған кезі. Кейін келіп, оны біліп қояды Рысқұл, сезіп қояды да, сөйтеді, Саймасай енді кері қайту керек қой ары қарай. Ол Саймасай жатып, сол жақтаған Албанның ауылында жатып, оны естіп қояды Саймасай. Сөйтті қайтуға асығады. Сөйтіп келе жатқан жерде, жаңағы анау сіздер кімнің киносын көріп педіңіздер? Шәкен Айманов атындағы қазақ фильм түсірген кино бар. Қараш оқиғасы деген кино бар. Білесіздер ма? Сол кино бар, сол жердегі басты рөлдерді сомдап жүрген осы Бердіқұл деген кім болады ол жердегі? Бақтығұл деген осы герой, осы Рысқұлдың. Оны қазір қалай жазылғанын айтып берейін. Сол қараш асуында асып кеткен кезде Рысқұл, жаңағы Саймасай өзінің батырларымен сол жердегі Рысқұл сол қараш асуына шығып, ей Саймасай деп айқайлайды. Көкірегіме запыран сыймай кетті дейді. Өзіңнің көзіңді көруге келдім дейді. Түрмеде жатқан кезде әбден жиналған кеп қой. Әбден жинаған ана Саймасайдың істеген бұған өтіп кеткен ғой әбден. Сол жерде Рысқұл мынау өте мерген кісі болған. Құралайды көзін атқан мерген болған. Сол көздегі көкірегінен атып, Саймасайды атады да,
түрмеге өзі барады. Ешкім ұстамайды бұны. Түрмеге өзі барады. Өзі барып, өзі мен мына аттым Саймасайды, өлтірдім дейді. Енді түрмеге өз қолымен келеді. Ондағы ойлап жүргені туысқандарын ойлап жүр. Жаңағы Саймасайдың ауылында 20 үй тәліктің үйі тұрады. Бірақ ол Саймасай өлгеннен кейін бауырлары Тұрарды негізі сол кезде әбден құлағынан бұрап түрмеде Тұрарды қамап қояды сол бауырлары. Енді бір болыс өліп жатыр. Бір әкім өлді ғой енді. Білесіздер қандай жағдай болатын ол кезде. Бүкіл сол шығыс талғар, Верный, Жетісу губернасы шуылдайды. Губернаторға шуылдап келіп, барлығы не болады? 40 болыс арыз жазып, Рысқұлды әбден айдатыңдар дейді. Оны итшеккенге де, оны ату жазасына кесіңдер дейді. Бірақ Жетісу генерал-губернаторында ол кезде ату жазасы деген заң жоқ екен. Басқа генерал-губернатор бар екен, бірақ ол жерде жоқ екен. Ақыры барып, сол жерде кітаптың ішінде келеді, Рысқұлдың өзімен бірге туған, жаңағы Молдабек, Шыныбек, тағы қыдан келетін бір аталар бар, жаңағы Ахат ақсақал бар. Солардың барлығынан аяғынан асып тастайды жаңағы Саймасайдың. Бауырларын қайда тауып беріңдер дейді ғой. Бірақ олар білмейді ол кезде кімнің түрмеге кетіп қалғандығын, өзі барып. Аяғынан асып тастап, оларды өлерман қылып, әбден сабаған. Сабап, сол кезде Тұрарды құлағынан бұрап алып, жаңағы сенде қарақшының баласы, сенде қарақшысың деп, сенде адам өлтірген адамның, сенде адам өлтірген несін деп, соның баласын деп, оны да қамап қояды. Кейін ақыры өтініш жасап жүріп, приходкоға хат жазып жүріп, кім Рысқұл өзінің баласын алдырып алады. Осыменен жаңағы түрмедегі кімнің оқиғасы өтіп бітеді. Рысқұл батырдың, сіздерге қазір мен несін сипаттап берейінші, осы кітаптың жаңа өзіме түртіп алып едім. Рысқұлдың батырдың осы 1905 жылы Рысқұлды айдауға кетіп баратқан кезінде, ол кезде тексереді екен адамдарды. Бойы қанша, салмағы қанша, қай жерінде тыртығы бар. Енді түрме ғой ол деген. Сол кезде жаңағы нейіп жүрген кезінде Рысқұл батырды алып келеді, өзі Рысқұл сезеді өзінің түрмеге кетіп бара жатқандығын, Тұрар баласы қасында. Сол кезде былай сипатталады. Статьялық тізім нөмір 1 дейді. Жетісу облыстық басқармасының толтырылды 30 октябрь 1905 жыл дейді. Жылқайдаров Рысқұл, ұлты киргиз. Ол кезде қазақтар қырғыз деп атаған. Ал ана қырғыздар олар қара қырғыз деп атаған екен. Қара қырғыз деп. Жасы 45-те, бойы 2 аршын, 48-де 8 сүйем дейді. Бойы өте дене бітімі мығым, көзі қоңыр, бетінің түсі қара торы, шашы қара, аздаған ағы бар. Сақал мұрты қара дейді. Маңдайы жазықтау, қабағы орташа қату, шықшықты түзу, тісі түгел қатты дейді. Тісі түгел болғанда, дені сау адамның тісі түгел болады негізі. Енді осындай батыр тұлғалы кісі денесіндегенде тыртықтан сау жері жоқ дейді. Денесінің бәрі тыртық екен. Енді осы жерде осы Рысқұлды сипаттайды. Жалпы мен сіздерге Рысқұлдың тағы бір батырлығын айтам. Өзі Қабыланмен бірге бетпе-бет кеп қалған кезде болған бұл кісінің. Қабылан деген тау барысы. Бетпе-бет бір-біріне қарсыласып тұрады, өте жақын арада тұрады. Бірақ Рысқұл екеуі сол кезде көз атып тұрған екен. Рысқұл айтады: "Ей Қабылан, мен саған, ей аң" дейді. "Ей хайуан, мен саған тимеймін" дейді. "Жол, мен кете бер" дейді. Жаңа Қабыланменен жалғыз өзі жортқан батыр болған. Түнде күндіз сияқты көрген. Жалғыз өзі, жаңа айттым ғой, ана Дауылбайдың қасындағы 7-8 несіне қарсы шаба берген. Енді батырлығын енді сипаттау, ол қазір мен енді уақыттың тапшылығына қарай жеткізе алмаспын. Бұл кітапты оқу керек. Енді ары қарай Тұрардың өміріне келейік. Осымен Рысқұлдікі аяқталсын. Тұрардың өмірі алғаш қатты танығаны осының, мен ойланамын да, Тұрар жалпы неге бірінші, екінші, ол Тұрар өзі 4 рет үйленген кісі болған. Ана алғашқы жұбайлар ертерек қайтыс болған дейді, бірақ сол Тұрардан тараған ең үлкен ұлы бірінші әйелінен тарайды, Ескендір деген ұлы болған, Александр дейді. Одан кейіннен Сәуле, жаңағы тағы үшінші қызының аты кім еді? Сәуле болды. Одан кейін білмейсің ба? Лиза ме еді? Жоқ. Осындай 4-ші әйелінің аты Азиза болған. Сол Азизамен екеуіне шаңырақ көтеріп, бірақ сол қыз ұлдарының барлығын Тұрар өзімен бірге Мәскеуде алып тұрған, өз тәрбие берген кісі болған. Өзімен бірге ешқайсысын тастамаған екен. Қатты балажан болған кісі. Сөйтеді де осы Тұрардың оқиғасына келсек, неге бірінші, екінші әйелі орыстан болды деген сұрақ келеді ғой. Сөйтсем, осы түрме басы приходкының
Аркадий деген және Наташа деген бір ұл бір қыз болған. Тұрар жастайынан вундеркинд болған азамат болған. Орысшаны жай естіп жүріп үйреніп алған адам. Естіп жүріп, өйткені ана гимназист болған ғой екеуінің баласы, приходканың баласы. Гимназияға ат арбамен апарады. Сол кезде естіп жүріп орысша үйреніп алған екен. Ал енді бұл Тұрарды тағына приходка деген өте діндар адам болған. Діндар кісі болған. Сол діндар болып Тұрарды шоқындырмақшы болады. Сондай өзінің бір несі болады, сұмырай несі болады, жаңағы ойы болады. Бірақ ол сұрқиялығы, оның ой іске аспай қалады. Өйткені Тұрарды бір рет неге кіргізеді, жаңағы өздерінің шіркеулеріне кіргізген кезде Тұрарға айтады, сен де шоқын дейді. Шоқынсай дейді сол кезде. Тұрар ұялады дейді сол кезде. Қатты ұялып жерге кіріп кете салды дейді. Ұялу ол иманнан. Тұрарға келіп біреу, құдай бар, сен мұсылмансың деп қатты бір үйретіп, бұл бала неге бір медресе оқыған бала емес. Бірақ қанменен, атаменен келген нәрсе. Әлімсақтан бері біз мұсылманбыз деп айтамыз ғой. Бір осы дүние өтті. Сол жерден қысылып ақыры шығып кетеді, осымен приходқа өзінің ойын. Ал енді жаңағы нәрсе келсек, неге ең алғашқы махаббаты осы Наташа болған. Наташа осы жазуды үйреткен сол Наташа болған. Пианинода ойнауды үйреткен. Тұрар пианинода ойнаған. Сөйтіп келіп, Тұрар әкесі итшеккенге айдылады. Бұны ана Ахат деген атасы барып, түрмеден алып қашып кетіп, кейін Қырғызбай деп жүреді ғой, жаңағы неге Қырғызбай болып жүр? Қырғызбай деген негізі мынау жаңағы сіздерге айттым ғой, Әлімбек батырдың Соқыр батыр деген немере інісі болған. Сол Соқыр батырдан қалған бір ғана тұяқ болған, сол Қырғызбай солы болған. Ол нағашысы емес негізі. Мен білмеймін, мүмкін қателесетін шығармын, бірақ ол нағашысы емес. Қырғызбай енді кімнің баласы болып тұрса, Соқырдың баласы болса, қалай болады дегенім ғой сол. Бірақ Қырғызбай Соқырға ұқсаған батыр болмайды ол. Өте қорқақ кісі болған. Және өте саудагер болған кісі болған, делдал болған кісі болған. Енді амал жоқ, ана жаққа барса Дауылбай, мына жаққа келсе Саймасай, Тұрарды анау ар жаққа барса деп сол Қырғызбайдың қолына әкеп Ахат ағасы тастап кетеді. Ахат атасы. Тастап кетіп, Тұрардың Рысқұлдың бірінші әйелінің аты Қалипа, Қалипадан Тұрардың қарындасы болған, бір Түйметай деген. Сол Қалипамен Тұрар сол Қалипадан туған. Ол Қалипа жаңа Түйметайдың 6 айлық кезінде қайтыс болып кетеді. Тұрар сол кезде жетім қалған ғой. Бірақ Ізбайша Қалипаның жетімдігін көрсетпейді. Өте бауырына қысқан екен. Бірақ осы Ізбайша менен сол түрмеге кеткеннен кейін екеуінің жол 2 айлады. Түйметай менен көрмейді оларды бұдан былай Тұрар. Бірақ тағдыр деген жер дөңгелек деген осы ғой. Сол өзінің кезіндегі жаңағы атармен апарып жүрген Аркадий менен Наташа, Аркадийді, жаңағы Аркаша дейді. Кейіннен осы Ізбайшаны Тұрар кейіннен көтеріліс бастап жүріп, революционер большевик болды кейін кезінде көреді екеуінде. Жер домалақ деген осы. Бірақ қазір оған қалай келеміз? Оған оның алдында өте көптеген оқиғалар болды. Енді қазір бір аттайық енді біраз. Тұрар сол кезде бастап оқуға түседі. Оқуға түскен кездегі жаңа айттым, Тұрардың бірінші ұстазы кім болды дедім? Александр Бронников болды. Екінші ұстазы болған. Ол кісі де коммунистшіл, большевик, жаңағы лениншілдер болған. Сол 1905 жылғы қанды жексенбі болғаннан кейін бұлардың барлығын жер аударады жаңағы. Сол бір жер аударғандардың бірі әйелі мен күйеуі дейді. Иван, аты Иван болған, қазір атын көріп алайын. Владимирович Андреев деген кісі болған. Сол Меркеге келген кезі, Мерке деген өте үлкен, өте бір қала болған. Әулиеата уезіндегі үлкен қала. Ол қаланы сипаттасаң енді былай ғой, Ұлы Жібек жолының бойында жатыр біріншіден, екіншіден ар жағы Қоқан, Қырғыз, Верный, сол жақтың барлығынан кеп саудагерлер сауда жасайтын болған. Меркеде ең алғашқы оқуына түседі. Оқуға түскендігінің өзі де бір қызық. Меркеге келген кезде осы Александр Андреев дегенмен Әліпбек деген бір қазақ бала, ол мұсылманша береді екен, білім береді екен. Кейіннен жаңағы Андреев ол яғни әріп тануға үйретеді. Екеуі шығып ауылдан бала іздеп жүреді. Меркеде сол жердегі жаңағыдай қор дейді, сол кезде қор болған екен, Меркенің қоры. Сол қордан алып ақша жинатады. Сөйтіп соған мектеп ашқан екен. Ең алғашқы мектеп, соның ең бірінші түлегі осы Тұрар. Содан кейін кезде жаңағы Қырғызбайдың үйіне келіп қалады. Қырғызбай айтады: "Ау, аға, мынау үйде бала бар ма?" дейді.
сол қырғызбай жаңағы тұрарды әкесі енді не біледі ғой, енді ол халық жауы болып кетті ғой әкесі. Соны айтпайды, сөйтіп кімнің қырғызбайдың әйелі болған, ол кісіге шайпаулау кісі болған, кісіге бұзықтау кісі болғанда, ей жаңағы анау асылдың тұяғы бар емес па, ұрысып ақыры не қылып Қырғызбаев деп фамилиясын жаздырып жіберіп сабаққа безіп береді меркеге. Осы меркеге оқуға барған кезінде бұның бір өз қарсыласы болған Титтайынан. Жаңа айттым ғой мен сіздерге, осы меркенің бір атақты байы болған. Аты осы қазақ еліне жайылған аты бай болған, Айбар деген бай болған. Соның Атамырза деген бір сондай бір оңбағандау, жексұрындау баласы болған. Сонымен бірге оқиды. Сол жерде оқып бітіріп 4 жыл білімін алып, 4 жыл білімін алған кездегі Тұрардың ең алғашқы бас көтеріп шыққан кезі болады. Бас көтеріп. Ол қай жерде шығады? Осы оқуды бітірген кезде сол жердегі андай прокуратура дейді ғой, қазіргі уақытта сол жердің тергеушісі болған екен, прокуратураның. Семашко деген кісі болған. Семашко деген кісі келіп, мектепке келеді да өзіне көмекші іздейді. Яғни писар іздейді. Мектепке келеді ғой енді адамдар, қайда келеді, басқа қайдан іздейді оны. Келіп, балалардың андай тұтқы жолдан келеді дейді да. Ешкім білім, алдын ала айтып келсе бәрі дайындалар еді ғой. Келіп, бәрінің почеркісін қарап жүреді. Келіп қараса, бір почеркін қарайды, қараса айбақ-шайбақ бір почеркі тұр. Түк дұрыс жазылмаған, сөйтіп қарап танып қояды. Жаңағы Айбар деген байдың баласы екен, Атамырза екен. Көңіл түсіңкіреп кетеді. Енді ол кезде де оларға да енді жақсы ғой, жаңағы байдың баласын алғаны, қызметке алғандығы да не қылып. Сөйтіп тағы бір қарап келетсе, бір сондай бір керемет почеркі дейді, өте әдемі жазу, денесі өте мығым, сондай шашы бүйірлау келген, қара торы бір жігіт алдына шығады, сөйтсе ол Тұрар екен. Сөйтіп соның жаңағы біліміне, соның Тұрардың ұқыптылығына қарап, соны өзіне көмекші қылып алады. Сол Семашко көмекші алған кезде, сол жерде соны алғаннан кейін біраз уақыт өткеннен кейін сол жерде бір ас болады. Аста Бектен болыспен, сол жердің болысының аты Бектен болған, және оның жаңағы Айбар деген байменен екеуі құдаласып жатыр екен. Құдаласып жатады. Сол кезде құдаласып жатқан кезде сол жердегі жаңағы бір енді байлардың барлығы жиналған кезде бір қызық керек дейді, бір анау түйені байлап, соны әйел адам шешініп, тыржалаңға шешініп барып, аузыменен тістеп, соны шешу керек. Бізде қазақта бір осындай салт болған сияқты негізі. Иә, сондай бір дейді, енді осындай бір оқиға болған сияқты. Ақыры ана жерге шыққан кезде, бір алты баланың анасы бір шығып барып оны тістейді. Сол кезде ортаға ақырып Ақкөз деген батыр шығады. Ақкөз батыр Рысқұлдың досы болған. Екеуі үзеңгілес дос болған. Бірге өте көп бірге аңға шыққан, әбден екеуі бірге сыйласқан дос екен. Ақкөз батыр, ей, мынауың не бассыздық. Қайтар дейді ғой, жаңағы қатынға былай шық дейді. Намыстан жерге кіргіздің қадамы дейді. Ол жаңағы кісі әбден не қылған екен, әбден ашыққан ғой енді. Өте сонда кедей тұрған, оның да оқиғасы бар негізі. Мен көбейіп кетті қатты бар ғой айтып отқаным. Сөйтіп сол кезде барған кезде, Ақкөз ортаға араласқан кезде, жаңағы Ақкөз батырда жаңағы Сокольский дейді ол кездегі. Семашко, Сокольский, Бектен, Айбар бәрі тұр ғой. Жаңағы Сокольскийдің алдына барады. Ей, мына бассыздың тоқтат дейді. Не істеп жатсың сен дейді. Малым бар екен, билігім бар екен деп бұлай жасама дейді. Сол кезде Ақкөз батырды соққыға жығады аналар отырып. Соққыға жыққан кезде сол соққыны шыдай алмай Тұрар 14 жаста сол кезде. Сокольскийге барып қарсы шығады. Ана бір меркенің әкімі барып, қазір барып, мысалы үшін бір әкімге 14 жасар бала әңгіме айта ала ма екен? Мүмкін бар шығар. Сөйтеді да Семашкоға қарайды да, Сокольский, мынау ана айтады ғой, бұлыңыз сіздің заңсыздық дейді. Заң біледі да Тұрар, оқиды да өйткені. Сокольский өте сондай бір кекші адам болған. Бір сондай бір оңбаған кісі болған да. Мына күшігіңді құрт дейді, Семашкоға айтады. Ақыр түбіне жетем дейді бәрібір. Семашко екеуі жолда қайтып бара жатқан кезде, Семашко айтады, сен бұл жерде қалуыңа болмайды дейді. Сокольский сенің ізіңе бір түсті, ол аяғын айдан қоймайды дейді. Сол жерде алып, сол Семашко деген кісі, негізі мынау ұлттың жаманы болмайды ғой, адамның жаманы болады деген осы ғой. Жаңа Семашко да біліп тұр да Тұрардың бір тиісетінін бір жерде. Сөйтіп Тұрарды алып, олар Пішпектегі досы бар екен, сол жерде бау-бақша игеруші деген бір сондай мамандық болған, сол жаққа аттанып жүрген сол Пішпекке барып оқып жүрген сол Тұрардың екінші жалғасып. Сол жердегі енді бір Тұрардың бір тағы бір осы жерде әсер еткені болды. 14 жасар бала жаңағы бір қарсы шықты. Одан кейін сол күні аттестатты өзі толтырады Тұрардың. Жаңа Андреев деген кісі осы Тұрарға береді.
сен толтыршы дейді. Сол кезде отқан кезде Андреевтің бір хатын оқып қояды. Ол хатта Петербордан келген хат екен. Сөйтсе Андреев сол большевиктердің ең алғашқы тұтатып жүрген сол кісі сол жердегі. Андреев дейді, Иван Владимирович деп тұр ғой жаңа. Сөйтіп барып, енді көбейіп кеттік әмеміз. Осы жерден енді Тұрарды Пішпекке кетеді, Пішпектен кеткеннен кейін ары қарай Ташкент ауып кетеді. Ташкент ауып жүрген кезде Самараға барады ол. Самараға барып оқуға түсе алмайды. Оқуға түсе алмайды емес, оқуға түседі. Бірақ сол Самардағы жаңағы университеттің басшысы жаңағыдай өте шовинистік екен. Сен қара киргиз саған оқу не тегін деп кері қайтарып жібереді. Сол кері қайтып кетіп Ташкенттегі жаңағы педагогикалық институт ашылған екен. Жүрді келіп оқып жүріп, бірақ ол оқуын бітіре алмайды Тұрар. Бітіре алмай жүріп келіп, жолдан қайтып келеді да, сол кезде естиді, бір жаңағыдай сол кезде енді немен келеді дейді жаңағыдай. Енді атарба ғой енді, соған мінгесіп келеді барлығы ат жағында. Сол кездегі қатынап жүрген автобус сияқты ғой енді. Сол кездегі мініп кеткен кезде бір таныс дауыс келе береді да, қалай айда деген ананы қайта келе береді құлағына. Сөйтсе, сол жердегі баяғы Приходьконың ұлы, ол кезде жасы 20-ға келіп қалған кезде Тұрардың Приходьконың ұлы жаңа баяғы Аркаша екен. Аркадий сол ротмистр болып сол неге баратыр, Меркеге баратыр. Бірақ қараңызшы, тағдырдың үлкен несі ғой. Сол жердегі баяғыдағы түрмедегі болған Аркаша әбден озбырлық көрсеткен, әбден Тұрарды қинаған ол негізі. Сол Тұрар бірақ танып тұр, Аркаша бұны танымай тұр. Ол кезде Тұрардың ең алғаш көзілдірік кезген уақыты, көзілдірік киген уақыты. Әйнектен жаңа көзілдірік өйткені көп оқитын кісі болған. Сөйтіп келіп, Тұрар сол жермен келеді да, жаңағы Аркаша өз жұмысымен, бұл өз жұмысымен кетіп, барып келіп Қырғызбай жаңағы атасының үйіне келіп түседі, айтады, ата маған неңді бер дейді, жылқыңды бер дейді, әкел дейді. Атасы енді кішкене жаңағыдай не болып болған кісі енді, жадный дейді ғой енді. Шығып бермей шығайбай болған кісі енді жоқ қой, енді өз кедей өзі енді. Атын мініп алады да, сөйтіп барып Меркеге барады. Меркеге барса, сол жердегі мына Қазақ газетінен бұл жақта, солтүстік жақта кімдер болды? Алаш ордашылар. 1916 жылы болып жатқан оқиға мынау уже. Ұлт-азаттық көтеріліс басталған оқиға. Сол кездегі атамыздар тұрып, бүлік басталып жатқан кезең дейді. Бүлік басталып жатқан кезең. Меркеде де бүлік басталған кезең. Ар жақта Орынборда, мына жақта Құнанбай жақ бар. Жаңағы Абайлардың дәуірі. Одан кейінгі дәуір ғой енді Абайдан кейін. Өзі Абай атамыздың жоқ кезі. Сөйтіп мына жаққа Меркеде басталған кезде атамыздар сөз алады дейді. Атамыздар сөз алып, Қазақ газетіне жазады, жариялайды ғой сол кездегі. Қазақ газеті білесіздер, кім жариялап жатқанын? Алашордашылар. Сөз жазылыпты дейді. Ұлт-азаттық ар жақта патша үкіметі соғысып жатыр. Қара будана халықтан не беріңдер дейді? Адам беріңдер дейді. Олар барып не істейді дейді, көмектеседі дейді. Сол кезде суырылып, ортаға шығып тұрар сөйді. Ей, ата мырза дейді, оттама дейді. Қара халық барса, ол жаққа кім үшін барып соғысады дейді. Кім үшін баратыр соғысуға? Сөйтіп барып ортадан суырылып шығып, біраз өзінің сөзін айтып, жерде атқа мініп кетіп қалады. Кетіп қалатса, жерде жолда келіп естиді, жаңа Ақкөз деген батыр, бір есептермен 10 мыңдай адам дейді, бір есеппен 6 мыңдай адам көтеріліске шыққан екен. Ар жағы қырғыз бар, бер жағы жаңағы жуалы бар, шығыс талғар бар, ар жағы Алматы жақ бар, бәрі кеп қосылған Ақкөз батырға. Ақкөз батыр Тұрарды бір рет араға түскенін біледі ғой кезінде. Өзінің араға түскенін біледі ғой. Ақкөз батыр бұның Рысқұлдың баласы екенін біледі. Сол кезде кеп Рысқұл батырға қосылып, сол кезде ең алғашқы рет көтеріліске шығып, Меркеден шығып, Тұрар Ақкөзге жаңағыда не беріп отырады. Сен оқығансың ғой дейді. Ақкөз батырдың өзі не сұрайды? Жол көрсетіп отырады. Бірінші жекпе-жегінде Сокольский деген жаңағы Меркенің басшысын өлтіреді, соғыс болады, қырғын соғыс болады. Екіншісінде олай сәтті болмайды. Ол кезде Тұрар қолға түседі, түрмеге жабылады. Жаңағы кім? Ақкөз батыр сол жерде оққа ұшып өледі сол жерде. Оққа ұшады. Енді бұл жерде енді міне бұл Қызыл жебе романы ең алғашқы өзінің Тұрар бабамыз, Тұрар атамыз, азаматтың асылы ең алғашқы мынау тар жол тайғақ кешуінде үлкен қадамға бел басып, үлкен қызметке кетіп бара жатқандығы өзінің қайраткерлігімен, өзінің еңбекқорлығыменен, өзінің батырлығыменен, мінезіменен жетті да. Осы уақыттан бастап мен жаңа айттым ғой сіздерге басында, бала Тұрар дедім, батыр Тұрар, дана Тұрар, дара Тұрар дедім. Осы кезде батыр Тұрар болды. Көрдіңіздер ма? Өзінің қолына қару алып, ол да шықты соғысқа.
Ол шетте жатқан жоқ Тұрар. Ол шетте бақылап тұрған жоқ. Кейін келіп, осы жерде ол кісінің достары болды, Тұрардың өзінің идеялас игі жақсылары болды. Солармен бірге достасып, Меркедегі ең бірінші коммунисттер жаңағы жеңеді 1917 жылы, октябрь көтерілісінен кейін Николай патша өледі, оның барлығын естіп, ең алғашқы жаңағы несін құра бастайды. Осы Тұрарда осы Меркеде жүрген кезінде өзінің баяғы шешесі Ізбайшамен жолығады. Бірақ ол жолығу қандай еді? Ол жолығу Ізбайша Тұрар сол жердегі сол қалада Меркеде бір бөлмені жалдап тұрады. Сол бөлмені жалдап тұрған кезде жолда келе жатады, ұйқыдан тұрып, таңертең келе жатса, жолдың оң жағына қараса, бір келіншек баласыменен аштан өлейін деп жатыр екен дейді. Баланың қарны ісіп кеткен дейді. Баланың қарны ісіп кеткен дейді. Екеуін апарып, жаңағыда өгізде ең алғашқы общепит атқан екен да Тұрар сол жерден. Общепит, яғни кем бағалдарды, аштарды тамақтандырады екен сол жерден. Соған қаржы бөлдіреді екен сол жерден. Енді ол әлбетте енді ол жердің керемет тамақ бол жоқ, ол жерде ботқа істеп беріп жатыр екен, арпамен жаңағыдай неден, бидайдан. Сол жерге апарып, бірақ Ізбайша ол Тұрарды танып қояды. Ізбайша енді жаңағы айттым ғой, келіспей кетеді екеуі деп. Ізбайша барып сол анау кімнің, бірақ осы жерлер кітапта жазылмайды, бірақ мен білмеймін ары қарай оны қалай болған. Молдабек деген інісіне қосылған дейді сол жерден барып Ізбайша. Бірақ қалай келіп қалды ол белгісіз сол жерге. Ізбайша айтады, Арман деген жаңағы баланың аты Арман, анау сенің Тұрар деген көкең дейді. Көкең деп айтады. Қаншама жылдан кейін жолығып тұр ғой енді. Жаңа Аркашамен де жолықты, Аркашаны Тұрарды танып қойды, екеуі сөйлесетін жерлері бар арасында. Ақыр аяғы сол жаңағыдай коммунизм орнайды 1917 жыл. Тұрар соның 1924 жасында Түркістан АКСР автономиялық дейді ғой, сол мемлекеттің басшысы болады. Кейіннен кейін Тұрарды ары қарай Ленинмен жолығып, Лениннен кейін Сталинмен барып көмекшісі болады. Ақыр аяғында 38 жылы жаңағы Бутырка түрмесінде жаңағы біздің Әлихандар жатқан жер, Міржақ бұл жерде емес, сол жердегі Тұрарды жүрегі жарылып өлген дейді, немесе атып өлтірген дейді. Түрмеде өлтіреді үшін ол кісіні де. Енді 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні былай болсын. Мен Тұрар танушы емеспін, мен Шерхан танушы емеспін. Бірақ Шерхан ағамыздың бір өкініші болған екен. Мен Тұрардың толық зерттеп біте алмай кеттім. Әлі зерттемегендерім өте көп. Енді оны болашақ ұрпаққа қалдырдым дейді. Ал енді оны зерттеу біз бенен сіздердің еншілеріңізде тұр. Ол біз үшін аманат. Енді Құдай қаласа, бұл бастамасы ғана. Осы Тұрардың бір керемет сөзі бар. Халқым, сен аман бол. Сен барда менің атым өшпес дейді. Сол үшін Тұрарды тануың, халықты тануың. Ал халықты тануың, бұл өзіңді тануың болады. Тұрардың қазақ халқы үшін істеп кеткен еңбегі орасан зор. Мына түркістіп жатыр ғой біздегі, темір жол жатыр қазіргі. Осының планировкасын сызып кеткен сол Тұрар болған, бастамасымыз екен. Ридердегі завод бар ма? Сол Ридердегі завод Тұрардың ықпалымен салынған. Балқаштағы Қорғасын, Қоңырат, жаңағы мыс балқыту комбинаты. Ар жағындағы Шымкент Қорғасын, бүкіл осы Тұрардың ықпалымен салынған. Тұрар стратег болған. Тұрар өте мықты саясаткер болған. Аузынан от шашып тұрған айдақарлардың арасына барып, ойлашы сен Мәскеуге барып, Ворошилов, Сталин, жаңа кім бар анау тағы? Ленин секілді. Көп қой енді сол кездегі неғып жүрген. Мынау кейінгі істеп жүрген мынау осылардың барлық НКВД-ның басшысы аты кім еді? Ежов. Осындай азуынды, осындай адуынды, өңшең анау, сен тұр мен атайын дегеннің арасында барып, қара қазақтың баласы бар, солардың арасында қызмет етті. Ол тек қана қызмет етіп қана қойған жоқ. Мына Монғолияға сапарын білесіздер. Монғолияның астанасы Улан-Батыр деп жүрміз ғой. Улан-Батырдың атын кім қойған? Осы Тұрар қойған. Қызыл-Батыр деп жүрген сол. Улан-Батыр ғой бұл, Қызыл-Батыр ғой деп. Өзінің қазақтың даласына, кең даласына, кең қазақтың маңдайына сыймай кеткен ұлы. Өз жарықтық сол 1994 жыл туып болса, 38 жылы енді қанша жасы кетті, 40-тан асып қалған жасында кетті ғой. Я, ол ары қарай Тұрар өмір сүрген болса, көп деген нәрсе жасар еді. Тұрар ұрпақсыз кеткен жоқ, бірақ ұрпағын да өлтірді. Оның ұрпағы Ескендір еді. Ескендірді сол түрмеден шыққан. Негізі түрмеде өлтірген ол кісіні.
оны да түрмеде өлтірді. Түрмеден шыққан туберкулез болып ауырып шығып өлді дейді. Ол кісі үйленбей кетті, еркек кіндік қалған жоқ. Бірақ оның халқы бар артында тұрған. Сол үшін тарихын ұмытқан ұлт ол ешқашан өркендемейді, ол ешқашан өспейді, көркеймейді. Сол үшін біз кешегі күнді ұмытпауымыз керек, және алдағы уақытқа, жарқын болашаққа біз немен қарауымыз керек? Көкіремізді көтеріп, басымызды көтеріп, осы тұрар бастаған жолдар арға жалғастыруымыз керек. Тұрар бастаған жол ол бүкіл Түркістан жұрты үшін бастаған, Түркістан елі үшін бастаған. Өзінің халқының қамы үшін аянбай еңбек етті. Назар салып тыңдағаныңызға рахмет барлықтарыңызға. Бүгін біз біттік, көптеген нәрселерді айттық деп ойлаймын. Рахмет сіздерге.